Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Алла тағала отырысымызды екі дүниеміз үшін пайдалы етсін. Сіздер мен біздер бұл ақылымыздың көптігінен емес, бұл Алланың қалауымен мешіттің айналасында сұхбаттасып отырмыз. Қазір сіздер мен біздер қатар не бір жігіттер ойынханаларда жүр. Не бір жігіттер тепсе темір үзетін жігіттер ауруханада жатыр. Бәрі Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе, тек қана бір-ақ нәрсе, ниет. Омар радиаллаху анхудың айтқан сөзі бар ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай айтқан дейді. Иннамал аъмалу бинният. Адамның ниеті амалынан да күшті деп. Сіз бір жақсы жаққа қарай ниеттенесіз. Алла сауап жазады. Орындайсыз, 700-ге шейін көбейтеді. Енді өзіміздің қазір намаз оқитын жігіттермен көбірек араласып жүрміз ғой. Тақуалық деген нәрсені бізде дұрыс түсіне алмай жатырық. Тақуалық бізде көп Құран жаттаса тақуалық деп ойлайды. Көп намаз оқыса тақуалық деп ойлайды. Көп хадис жаттаса тақуалық деп ойлайды. Жоқ. Тақуалық бұл ана үлкен амалдарды орындау емес тақуалық. Мысалы, тақуалық деген Алладан қорқу ма? Негізгісі. Ваттақуллах деп айтады Алла Тағала Құранда. Алладан қорқыңдар. Тақуалық деген Алладан қорқу дейді. Үлкен күнәларда тақуалықты бәрі жасайды. Мысалы, арақтан қайту деген кезде бәрі. Намаз оқыса да, оқымаса да. Ал жалпы Құдайдан қорқу дейтін болса, ол тақуалық емес. Құдайдан кәпірлер де қорқады. Алла Тағала Құранда айтпай ма? Біз оларды теңізге шығарамыз дейді. Олардың кемелерін толқындармен ұрған кезде олар «Я Раббым» деп айқайлайды дейді. Біз оларды құтқарып аман-есен жағаға шығарған кезде бізді аталарымыз қорғап қалды деп айта салады дейді. Сөйтсек ағайындар, тақуалық деген майда шүйде нәрсеге мән беру деген сөз екен ғой. Біз хадис жаттаймыз, бірақ біз оған амал етпей тұрып оған тартысуды көбірек бастап кетеміз. Байқайсыздар ма? Сен мынандай хадис бар ғой, білесің ба? Деген сияқты ше. Біз оны амал ету үшін емес, кейбір кезде байқасаңыздар, тартысу үшін жасайтын сияқты, жаттайтын сияқтымыз. Алла Тағала Құранда айтып еді: «Уақимус сола, инна солата танха анил фахшаи вал мункар». Сіздер намаз оқыңыздар. Намаз сіздерді жамандықтан, арсыздықтан, жеркенішті лас істерден қайтарады деген еді. 10 жыл, 15 жыл болды намаз оқып жүргенімізге. Не жерде отырып қойын қазір? Бәріміз нұрланып отырып қой, тақуа ұқсап. Қазір жайлап сыртқа шыққаннан кейін бергештеш біреуіне. Дану дейді ғану. Бұл тақуалық памдаттан кейін ұстай салады ол. Бұл анаяқтан звондайды, ана жарымдар шақырады, ана жақтан жарты бастар шақырады. Бұл тақуалықты ұмытады. Сабыр қылсай десең, қаяқтың сабыры қазір дейді. Пайғамбар салам хадисі бар емес пе? Ашуланған кезде дәрет алыңдар деген. Мұздай сумен. Бетіңді мұздай сумен жусай. Жоқ, бетім мұздай сумен жусам ашуым басылып қалады мен. Сосын мыналар мен чумо деп ойлап қалады. Болды, тақуалық деген маскамыз шешіліп қалып жатыр ғой. Не үшін біз намаз оқимыз? Бізді намазымыз өзгертпей жатыр. Сөйтсек, ағайындар, біз мынау нәрсеге мән береді екенбіз. Бәріміз пайғамбардың сүннетін орындап жүрік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетін екіге бөлейік. Менде жалпы білім жоқ, тақуалық та жоқ. Біреуге ақыл айту оңай ғой енді. Ең оңай тірлік тамақ жеп отырып біреуге ақыл айту. Үйтпей ақ қойсай, бүйтесіз сай, анда-санда нәрсе қылмайды дей салу ең оңай нәрсе да. Бірақ сіздерге бір пайдасы тиіп қалар деген ой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін екіге бөліп көрейік. Біріншісі амалдағы, құлшылықтағы. Құран оқу, тахаджудқа тұру, дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстау. Жаңағы мейлі біреулер духа намазын қалдырмайды, біреулер ауаби намазын қалдырмайтын шығар. Жалпы осындай сүннет, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның орындаған мисуақ қолдану деген сияқты. Бұндай сүннеттерді біздің намазхандар өлтіріп жатыр, өлтіреді.
Бұл бізде қалып бара жатқан сүннет емес. Бізде қалып бара жатқан сүннет мұсылманның мұсылманмен болып жатқан мәмілесі. Бізде осы жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қияметте таразыға ең ауыр түсетін не деген? Намаз ба, ораза ма, не? Көркем мінез. Бұны біздің жігіттер жаттап алған негіз. Жаттанды сөз, бірақ орындалмайтын сөз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Зарға айтады, мен саған екі нәрсе үйретейін дейді. Екі нәрсе үйретейін. Бұл дүниеде жасау жеңіл келеді, бірақ қияметте таразыға ауыр келеді дейді. Біз бәріміз таразысы ауыр болса деп армандап жүрген адамдарымыз ғой. Бірінші ұзақ үндемеу дейді. Бізде жоқ ол нәрсе. Ұзақ үндемеу. Ол анау адамдармен отқан кезде сүмірейіп, мылқау ұқсап отыруды айтып жатқан жоқ. Келген кезде. Анау біреу саған, сүмелек дейді ғой, енді анау базарда жүрсін. Мысалы үшін ғой енді. Әпенді, албасты деп сөйлеп қалуы мүмкін да. Сіздің ішіңізден де ответ келе жатыр ғой, енді біз де жаттап алғанбыз ондай сөздер. Келе жатыр мына жақтан қазір дырылдатып жіберейін деп тұрсын. Осыны ұстап қала аласың ба? Күшті деген барып анаумен алысып, жығып, болевой татыртып, ұйықтатып, оны ол емес күштілер. Осы шығып келе жатқанда анау жұт дейді, сөйлеме, үндемей қал дейді. Бұған көп адамның шамасы жетпейді жігіттер. Күшті деген жігіттер бар ғой, қазір кейбір жігіттер бар ғой, мен ашулансам өз-өзім ұстай алмаймын дейтін. Бұлар ең әлсіз адамдар. Қазір біздің өте әлсіздігіміз, бір қызығын айтайын. Омар радиаллаху анху. Біздің тарихтар қызық емес қой енді. Омар радиаллаху анхудың историясы. Бәдір соғысында Омар радиаллаху анхудың ағасы мүшрикпен жекпе-жекке шығады. Мүшрик оны өлтіреді. Ойлаш, сіздің туған ағаңызды біреу өлтірген да. Сөйтіп уақыт өтеді. Бір күні Омар уже басшы болған. Абырой жетеді. Базарға келсе, баяғы ағасын өлтірген мүшрик бар ғой. Базарда сауда қылып тұр екен да. Омар жайлап соған барады ғой. Сонда анау тұрып бірінші сөйлейді. Қарасаңшы, мұсылмандар бірін-біріне қалай сенімді болған. Омар, қандай жақсы болды сол кезде мен сенің ағаңды өлтіргенім дейді. Ауыр сөз ба? Ол шахид болып жәннатқа кірді дейді. Егер ол кезде мен өлгенде, мен кәпір болып тозаққа түсер едім ғой Омар дейді. Мен одан кейін иман келтіріп, сол соғыстан кейін иман келтіріп, Аллаға иман келтіріп, мен мұсылман болдым дейді. Омар айтады, альхамдулилля, менің дұшпанымды иман беріп, мұсылман қылып, маған бауыр қылған Аллаға сан шүкірлер айтам дейді. Шамаң жете ме осыған? Ағасын өлтіріп қойған адамды мен мұсылманмын дегені үшін сен менің бауырымсың деп жатыр. Біздің қазір бір-бірімізбен деп болмайтын нәрсеге санасып жүргендердің бәрі мүшриктер емес олар. Өзіміздің бірге өскен мұсылман бауырлар. Бір жігітпен ұрысып қалсаң, ол ана жақтан біреулер шақырады, келетіндердің бәрі мұсылмандар. Мына жақтан шақырады. Олар да мұсылмандар, сөйтіп тұрады да бірін-біріне іледі ғой әңгімені. Кейбіреулер бар, кәдімгі сондай жерлерге барып хадистен жіберетіндер де бар да. Бір жігіт бар енді, бұрын күрескен жігіт еді. Бұрын сондай жерге бар, таяқ жеп қайтатынбыз ғой енді. Бірге күрескен бала бар еді. Кейін сондай Құдайдың шешіп қойған нәрсесін шешем деп жүрген жігіт еді олда. Сол айтады, қойсай бұндай десем, братан дейді, мен исламның шеңберінен шықпаймын дейді. Сондай да бар екен да. Исламның шеңберінен шықпай, хадис Құранмен шешіп жүргендер де бар екен да көшеде. Субханалла. Ей Алла. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд соғысында екі тісі сынған дейді. Бет-аузы қан жоса, ұтылып отыр. Ең жақын досы. Қазір ондай дос жоқ. Қазір мына жерде ондай дос жоқ. Мейлі Алла үшін деп отырған адамдар барша дос болып отқандар. Хотя біз құр сөз айтамыз. Біздің жігіттер умрада да жүрміз да, көп жігіттер бізге келіп сұрақ қояды. Анау жайлы не дейсіз? Анау ұстаз жайлы не дейсіз? Өзіне керек емес сұрақтарда.
Кейін мен одан сұрап отырмын. Дәретте қанша парыз бар десем, білмеймін дейді да. Мен айтамын, сен қияметте анау ұстаз жайлы сұрамайсың ғой сен. Сен қай жылғысың, кіммен служит еттің деп сұрамайды ғой сенен. Қай мектепте оқыдың деп сұрамайды. Біз өзімізге қажет нәрсені білмейді екенбіз ғой. Мен осы жерде отырмыз, жігіттер. Ең тақуалар отырып қой мына жерде, дұрыс па? Қалғандар бильярдта жүр ғой. Осыған барайыншы деген тақуалар отырып. Сұрақ, Алла үшін дос болайық деп жүрміз, Алла үшін дос болудың шарттары бар, кім біледі? Неге бізді осындай сұрақ мазаламайды, жігіттер? Қара, Алла үшін дос болу деген нәрсе бар ғой, Бұл просто кел дос боламыз деп битесің болды, Алла үшін емес ол. Алла үшін дос болу дегеннің шарттары бар екен да, біз осы болғымыз келіп жүр. Неге біз осын бір осы қандай екен деген неге сізді сұрақ мазаламайды? Осы біздің достығымыз осы Алла үшін ба, жоқ әлде әшейін лохотрон ба бұл? Неге осын біз сұрап? Бір сахабамен табииннің сөзін айтайын. Осы бір сөз бізге жеткілікті әшейін. Ар жағында шарттары көп негізі. Бірақ осы біреу өз біздің қазір маскамызды шешеді. Сахабаға табиинге айтады: "Мен сізбен Алла үшін дос болғым келеді" дейді. Сонда анау айтады: "Сен Алла үшін сахабаларға табииндер ешқашан жете алмайды. Сахабалар сияқты табииндер ешқашан бола алмайды. Таба табииндер сияқты ешқашан бола алмайды. Ал таба табииндер, қазір осы жерде отқан сіздер мен біздерді көрсе, олар бізді мұнафиқ деп айтады. Біз оларды көрсек, жындылар деп айтамыз. Өйткені олардың күнкөрістерін қараңыз. Айша анамыздың сөзі не дейді? Бірінші бидағатты мединеліктер бастады дейді. Қандай бидағат десе, олар күніне 2 мәрте тамақ жейтін болды дейді. Бұл негіз бидағат. Пайғамбар салам уақытында 2 мезгіл тамақ желінбеген. Айша анамыз айтып отыр. Бидағат дейді. Мединеліктер шығарған. Олар 2 мезгіл тамақ. Мынау біздің бүгінгі 5-ші не 6-шы тамақ қой? Жеке өзімде да. Полдневка деген болады. Бұдан кейін де қазір біз жатар кезде тағы бір нәрсе шұқыламасақ, түнде обязательно тұрамыз біз. Сонда анау сахаба айтады: "Сен Алла үшін дос бола алмайсың" дейді. Табиинге айтып жатыр. Неге десе, Алла үшін достың бір-ақ шартын айтайын дейді. Біріншісі, қалта бір болады дейді. Шыдайсыз ба? Қалта бір болады. Сіздің қалтаңызда 100 000 теңге тұр, мен сіздің досыңызбын Алла үшін. Просто маған бір ақша керек болды да, мен сізбен ақылдаспаймын. Келем да, қалта тұра тұршы деп қалтаға қол салам да, 100 000 шығарып, 50 000 алып, қалған қалтаңа салам да кете берем да. Сен кәдімгі өліп қалған адам сияқтысың, сезбейсің, тұрсың да. Тұра аласыз ба осылай? Анан қолын қайырып участковыйға беріп жібересің бе? Сонда айтады: "Қалта бір" дейді. Қалта бір. Бұны ансарлар көрсетті ғой, не деді? Мұхажирлер келген кезде. Сеніңкі, үй сеніңкі. Бізге біреу үй сеніңкі десеше, сразу әйеліңе сондайсың ғой, төсек орын дайында деп. Олар да бірақ оның үйін алмаған да мұхажирлерде. Олар өйткені мұхажирлерді ансарлардан артық болған дейді. Неге десе, ансарлар барын беріп тұр, жартысын. А мұхажирлер барын тастап келген олар. Тастап келген олар. Алла үшін депше, өйтіп дүниесін алып кеткен емес, просто кейбір іш тастап кете салған. Абдурахман ибн Ауф айтады: "Беріп жатса, сен дүниең өзіңе, Алла разы болсын, сен маған базарды көрсет" дейді. Болды. Бізге базарды көрсетсе, енді оборотқа кішкене ақша берсе дейсің ғой. Өйткені біздің басымыз жетпейді базарды жұмыс істеуге. Ол оборотқа ақша береді. Енді осыған алатын зат тауып бер дейсің ғой, одан кейін. Ол зат тауып берсе, клиент тауып бер дейсің да. Неге бізді осындай сұрақтар мазаламайды? Жаңағы соғыстағы нәрсе ғой, мен айтқым келгені. Соғыста Пайғамбар сам қиналып тұрған кезінде Хамза радиаллаху анху өлтірген ол жерде. Уахши Хамзаны өлтіреді. Хамза, білесіздер ма? Пайғамбар салсам ашық Каабаның түбіне барып намаз оқи алмаған. Хамза мен Омар иман келтіргеннен кейін барып ашық барып намаз оқуды бастаған ғой бұлар. Хамза бұл батыр адам ғой, ол Алланың арыстаны деген адам да. Содан айырылады. Ондай дос сіздермен бізде жоқ, ондай дос. Сол кезде Омар радиаллаху анху келіп айтады: "Ей Алланың елшісі, ана мүшриктерге дұға қылсаңшы", дұғасы қайтарылмайды ғой Пайғамбар салсам. Дұға қылсаңшы, Алла тағала аналар жермен жексен қылсын да. Сонда Пайғамбар салсам не айтқан білесіздер ма? "Ей Омар, олар менің туысқандарым ғой" деп айтқан.
Омар радиаллаху анху сол жерде жағы қарысып қалды дейді. Кәдімгі сөйлей алмай қалды дейді. Мүмкін емес. Сенің жағыңды сындырып, досыңды өлтіріп, мұсылмандарды қырып, өздері мүшірік тағы да сондай зиян беріп кеткен адамдарға дұға қыл десе, олар менің туысқандарым ғой. Енді бауырым ғой деп айтпаған. Өйткені бауыр ол кім? Мұсылманға бауыр да. Ол арабтар еді, құрайыштар еді. Егер ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Омардың сөзін тыңдап, оларға дұға қылғанында Халид ибн Валид мүшрик болып өлер еді ғой. Өйткені ол жерді басқарып жүрген Халид ибн Валид радиаллаху анху еді ғой. Халид ибн Валид па? Халид ибн Валид негізі бәрі руластар ғой, туысқандар. Оның әкесі Валид ибн Муғира деген кәпір болып өлген адам. Валид ибн Муғира. Оның тарихы қиын, бірақ оның. Ол кәпір болып өлген адам. Оған ескертілген негізі. Бірақ ол иман келтірмей кеткен адам. Абу Жахилдермен бірге дастархандас адам ғой енді. Сондай жағдай. Жағдай сондай адамда ол. Валид ибн Муғираның баласы ол, Халид ибн Валид. Қараңыз, біздердің қазіргі бірін-бірімізбен сыйыса алмай ұрсып жүрген адамдар кімдер? Біріншіден мүшрик емес. Екіншіден ол сенің жағыңды сындырған жоқ. Үшіншіден ол сенің қасыңдағы ең жақын досыңды өлтірген жоқ. Біз соншалықты қазіргі еркектер соншалықты әлсізбіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетімен жүргін келеді, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жағын ұрып тісін сындырған адамдарды кешіріп жатыр. Біздер сөздерді көтере алмай жатырмыз. Біз сөздерді көтере алмаймыз қазір. Адам нерв ойнап тұрған кезде. Мін жігіттер, осы жерде намазхан жігіттер отырып қой. Сұрақ. Біз өзімізді намазхан. Мен бұрын бұлай сөйлейтін. Бірінші бастап қойған кезде қаттырақ келдік қой бәрімізден. Мына намазхандар міне. Бейнамаздар деп сөйлейтінбіз да. Кейін қарасақ артымызда анау бейнамаз, намазхан деген екен олар қарайды ғой, бұл кім жайлы айтып жатыр деп. Артымызда мысал қылып өнеге қылып көрсететін намазхандар жоқ екен ғой. Міне намазхандар дейтіндер жоқ екен ғой. Мешіттің ішінде болмаса, сыртта бәрі бір ит екен ғой сол. Деп ше. Міне сұрақ. Біздің өзіміздің дәрежеміз примерно білейік. Қол көтерейік жаяшын. Намазда тұрсыз, сұрақ. Намазда тұрсыз. Дәретіңіз бұзылып қалды, не істейсіз? Намазхандар үш версия айтады. Біріншісі сәлем беріп шығасың, екіншісі намазда аяғына дейін аяқтайсың. Үшіншісі отырып қаласың дейді. Бұғып қаласың, отырып қалды. Қайсысы дұрыс үшеуін? Сәлем беріп шығу. Біріншісі версия. Намазхан жігіттер отырып қой енді. Кім қандай версия айтады? Үшеуінің қайсысы дұрыс? Сәлем беріп шыққан дұрыс дейді. Ол сіздің қай мазхабтасыз? Мен айтқым келген жігіттер. Біз осындай нәрселермен айналысуымыз керек еді ғой. Биыл ораза ұстадыңыздар ма? Ораза ұстадық қой. Қанша парыз бар оразаның? Оразаның қанша парызы бар? Парыз деген нәрсе бір жігіт айтады. Ат тұрсам күн шығып кетті дейді. Охо дедім де барып су ішіп аузым бекітіп алдым дейді. Не істейді енді? Білімсіздік көрдіңіз ба? Бұл парызды білмегеннен. Оразада қанша парыз бар? Жұмаға келеміз ба? Жұманың 5-ші күні оқып жатсыздар ма? Жұмада қанша парыз бар? Намаздың қазіргі бір жігіттер отырды, 17 жыл намаз оқымыз дейді. Намаздың сыртқы ішкі парыздарын дырылдатып айтып бере алатын адам бар ма? Мен бұны жігіттер біреуді кемсітейін деп жатқан жоқпын. Біз өзіміздің дәрежеміз примерно білейік та. Біз осыны ойлансақ, біз әлі біреуге деп сөйлеуге әлі ерте екенбізге. Мынау нәрселер, мен айтып жатқан нәрселер бар ғой, сізге, бізге білу фарыз нәрселер, бірақ білмейміз дәл біз. Бірақ біз басқа адамдарға лешітетіп жүрді да. Короче, мен бейнамаз, мен намазхан, сен бейнамаз. Сіз намаз оқисыз, анау намаз оқымайды. Не айырмашылығы бар, еш нәрсе білмейсіз ғой. Не істеп жүргенін білмейсің. Оразаның фарызын білмейсің, бірақ дырылдап ұстап жүрсің. Оразаның 3 парызы бар. 3 парызы бар. Ниет, уақыт, тыйылу да. Тыйылу деген бізде не бар? Алла тағала айтып жатыр, лағалайкум таттақун. Ораза ұстаңдар, мүмкін сендер тақуалыққа қол жеткізесіңдер. Неге біз оразадан шыққаннан кейін баяғы байғожаның таяғы болып жүрміз әлі? Неге өзгере алмай жатырық? Сөйтсек біз оразаны былай ұстаймыз. Біз асқазанды ораза қыламыз. Тыйылу деген нәрсе бар ғой, тыйылу.
тек ауызды тыю емес еді. Бізде білімсіздік осыған жеткізді. Көзің тыйылу керек еді, құлағың тыйылу керек еді, өсектен тыйылу керек еді, ғайбаттан тыйылу керек еді, өтіріктен тыйылу керек еді, харамға қараудан тыйылу керек еді, харамды тыңдаудан тыйылу керек еді, өсекті тыңдаудан тыйылу керек еді. Бірақ ораза күндері отырсаң намазхан жігіттер мешіттің алдына шығады, сөйтеді де талдай бастайды. Так, ана кім? Петка адам емес, шашка сәл-сәл адам, анау ол тозақта, мынау ше бұл жәннатта, анау ше оны ойланып көреміз. Осылай біздің жігіттер отырып алып, кімнің қайға баратынын талдап отырады да. Пайғамбар салсам не деді? Ақыр хадиспен жүрміз ғой. Пайғамбар салам айтты ғой, кейбір адамдардың оразасы әшейін аш жүргеннен басқа еш нәрсе емес деген бар ма? Осын неге ойламаймыз? Сонда бұл не айтып жатыр деп неге ойламаймыз? Қараңыз, біз неге өзгере алмай жатырық десе, біз не орындап жүргеніміз білмейміз біз. Тек міндет біздіңкі. Короче, бізде бәрі нормально. Ол біз сияқты имамдардың қателігі деп ойлаймын. Өйткені біз уағыз айтқан кезде осылай айттық қой. Намаз оқымасаңдар ертең тозаққа түсесіңдер ғой, деп уағыз айттық қой. Адамдар ойлады, намаз оқысақ болды жәннатқа кіреді екенбіз. Оқымасақ тозаққа түседі екенбіз деді да, намаз бастады да, енді олар ойлады. Болды, біз жәннаттамыз. Ал анау бейшараларға намаз оқымай жүрген, олар тозақта деп ойлады. Сөйтіп енді оларға былай төбеден сөйлей бастадық та біз. Жоқ, жігіттер. Қараңызшы, пайғамбар салам айтады, тәкаппар адам жәннаттың иісін сезбейді дейді. Бірақ осы жерде бейнамаз, намазхан деген сөз қолданған ба? Қолданбаған. Кім шын ықыласпен ла иляха иллалланы айтатын болса, түбінде жәннатқа кіреді. Бірақ бұл жерде де намазды қоспаған. Біз жігіттер жұмысымыз адамдарды намазға, бейнамаз бөлу емес. Қараңызшы, пайғамбар салам айтқан сөзі. Адам баласы көркем мінезділігімен, хотя бізде жоқ ол, көркем мінезділігімен күндіз ораза ұстаушылардың, түнде намаз оқушылардың дәрежесіне жетіп алады деген. Осы жерде неге Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 уақыт намазды фарыз оразаны айтпады? Бұны сен өзің үшін орындайсың. Өзің үшін орындауға міндеттісің. Шын тақуалар не істейді? Шын тақуалар ораза ұстайды. Нәпіл оразаларды айтып жатыр. Бұған үлкен нәпсі керек. Түнгі намазға тұруға ше? Түнгі намазға тұруға тура 4-терде нағыз баяғына класстастар, одноклассницалар келіп, деп бастап атқан кезде де оларды қимайсың да. Осы кезде өз-өзін көтеру. Түнгі намаз негізгі түнгі намаз аты бір ғой, бірақ екіге бөлінеді өзі. Қиямул ләйл дейді, тахаджуд дейді. Қиямул ләйл түнгі намаз, ұйықтамай барып оқысаңыз. Оны көп адам істей алады. Екіншісі тахаджуд. Тахаджуд өзіңді ұйқыдан көтеру. Осыған біздің жігіттер шамасы жетпейді да, көбінше. Мен өзім жайлы айтып жатырмын. Пайғамбар салам не дейді? Осы мұсылмандардың ішіндегі ең тақуалары бүйтеді, сенде 200-ліктің белгісі қалай пайда болғанын білесің ба дейді. Қалай десе, саған күндізгі ораза ұстау, түнде намаз оқу ауыр тие бастайды дейді. Бұл онда сенде нифақтың пайда бола бастағаны дейді. 200-ліктің пайда бола бастағаны. Жүрегіңде нифақ дейді, жүрегіңде болды. Сенің исламда әлсіздік пайда болды ғой сенде. Сенде әлсіздік пайда бола бастаған қалай білгің келеді дейді ғой исламда. Саған күндізгі ораза, түнгі намаз ауыр келеді дейді. Сен орындай алмайсың дейді оны. Ең болмаса аптасына бір мәрте орындау бізге негізі міндет қой қазір. Міндет. Өйткені көбіміздің ата-аналарымыз дүниеден өткен. Ол бейшаралар бізге бір күнде 4 рет тұратын түнде. Аптасына 1 рет тұрып дұға қылуға жармаймыз да. Қалай ақысын өтемекшіміз? Қараңыз, пайғамбар салам осы екі адамды айтады. Бұл исламда ең тақуалар, сахабалар қандай болған? Күндіз көздері қып-қызыл болатын болған. Өйткені олар түнде тахаджуд оқиды да. Бірақ олар біз ұқсап кеше түнімен тахаджуд оқып памдатқа ұйықтап қаппын деп жүрмейді олар. Олар оны жасыратын болған. Көзім ауырып тұрады деп жасыратын болған тақуалықтарын. Біздің қазір көзіміз қызармайды, қабағымыз істейді. Неге біз көбірек ұйықтап қоямыз да? Мынандай қабақтар істеп жүреді қазір. Осы екеуін айтып жатыр. Ең тақуа адамдар негізі осы екеуін орындайды да. Ал ең тақуалардың дәрежесіне адам көркем мінезімен жетіп алады дейді. Қияметте таразыға ең ауыр түсетін де осы көркем мінез. Сол үшін ағайындар, менің айтқым келетіні
намазхан жігіттер отырған болса, бұл намазхан бейнамаз деп бөлмейік. Жалпы мұсылман бауырлар болды. Егер араңызда намаз оқи алмай жатқан бауыр бар ма, оны кемсітпеңіздер. Бәлкім ол сізден артық болар ертең. Мүмкін әлі ол сізге сабақ беретін жер. Қайдан білесіз? Алла тағала өзі өзгертеді. Не бір намазхан, ана намазхан бейнамаз деп жүрген жігіттер жүр ғой. Бір екеуін көріп қалып, не болды десе, иман әлсіреп кетті. Жоқ. Иман әлсіреген кезде адам намаз тастамайды. Ол намаз қаза қылуы мүмкін, бірақ намаз тастамайды. Намаз тастап кету деген сөз астағфирулла, бұл өте қиын нәрсе бұл. Иманың қашып кетпесін да, бастағаннан кейін. Сол үшін артық сөйлеп қоймайық жігіттер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ұстанғаны сен кішірей дейді. Хасан әл-Басри айтады, сен көшеге шыққан кезде адамдарды жоғары өзіңнен көре алсаң, өзіңді адамдардан төмен санай алсаң, сен шынайы мұсылмансың дейді. Бізде бар ма бұл нәрсе? Біз өзімізді ақтап отырамыз ғой. Біз өзімізді ақтауға тырысамыз. Жігіттер, көркем мінезділікке, өйткені қараңызшы, бір жерге келесіз да, мен еш нәрсе білмеймін, жоқ деп кішірейіп кетесіз ғой. Ешкім сізді жек көрмейді, ешкім сізбен ұрыспайды да. Бірақ бір жерлерде артық сөйлеп кетесіз ғой. Бұл адамдар сенің артыңды аңдып жүреді. Бір жерде бір айыбың ашылады ғой, бетіңе басады да сол жерде. Рас. Мынандай екен ғой, оказывается деп. Пайғамбардың сүннеті, жігіттер, өзін төмен ұстау. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды білесіздер ме? 50 еркектің күші болған. Пайғамбарлар бар ғой, ашын адам емес олар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда кәдімгі осы жерде қанша адам отырмыз? 50 еркектің күші болған бір өзінде. Бірақ сол заманның дәрежесінде да, сол да. Қазір біз сияқтылар бір 250 келетін жер. Жатып жерлерін. Сол кездегі сол уақыттағылардың да 50 адамның күші болғанда, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кішіпейілділігі. Ең соңғысын айтайын. Кім болсын, алдына келіп тұрған адам мүшрик па, мұсылман ба, үлкен ба, кішкентай ма, сөз бастайды ғой, соңына дейін тыңдайды екен. Біз ана біреу бізге келіп сөйлеп тұрса, ішіп алған ба, или басқа дұрыс емес екенін байқасақ, тоқта, короче, мен білем дейсің ғой, мен саған түсіндірем, өмірдің не екенін мен саған түсіндірейін, уақыт өткізбей. Сен тоқта дейсің ғой. Соңына шейін тыңдайды екен ғой. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды атын атап, Мұхаммед дейді ғой, саллаллаху алейхи вассалам. Бұлай, не демегенде біз бүкіл денесімен бұрылып жауап береді екен. Ол қайта мұсылман шақырып тұрған мұсылман емес, қызық емес. Пайғамбардың сүннеті. Егер де жігіттер шынымен пайғамбардың сүннетімен жүреміз дейміз ба, біліп алыңыз. Тәкаппарлық, білім, күшпен, дүниемен, сұлулықпен, киіммен, жалпы өзіңізді біреуден артық санасыз ба, онда болды, сізде проблема бар онда. Проблема бар. Өйткені бізде көп жігіттер айтады, білесіздер ме? Құдайға шүкір, әйтеуір өзінше бір ана бақтан бір алкаш тауып алады, қаяқтан екен білмеймін, сөйтіп айтады. Анауда жүр ғой, мен одан гөрі дұрыспын ғой, әйтеуір намаз оқып жүрмін ғой деп. Сізде тәкаппарлық бар. Сіз неге мына жерде қарекеңдер отыр ғой? Неге сіз өзіңіз сонымен салыстырып көрмейсіз? Ешак екен ғой дейсің ғой сонда өзіңе де. Бүкіл Құранды миына сыйдырып алғанда адамдар спокойно жүрді. Бір жерде бір отыр, жігіттер. Мен 5.000 теңге берген мешітке, мен 10 шифр берген деп, адамдар жыртылып жатыр. Сөйтсе бір кейін айтады бір ағамыз, сол жерде 31 мешіт салған жігіт отыр екен. Деп отырды. Басқалар айтып отыр да, мен 5.000 теңге берген, 10 шифр берген деп жаны. Қарасаңыз, Алланың құдіреті да. Осылай өзіміздің сауабымыздан айырылып қаламыз. Біз білім алмай жатқан жоқпыз, алып жатырмыз. Білім бар бізде. Бізде соған амал жоқ, әдеп жоқ.